Мен Көрпешева Эльмира Маутханқызы, Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасының кітап қорын толықтыру, әдебиеттерді өңдеу және қорларды сақтау бөлімінің кітапханашысымын. Еңбек жолымды колледж кітапханасынан бастап, қазіргі уақытта Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасында жұмыс атқарамын. Осы уақыт аралығында оқырмандарға пайдалы кітаптарды ұсына отырып, өскелең ұрпақтың санасына патриоттық тәрбие сіңіре білдім деп ойлаймын. Сонымен қатар, кітапханамызда болған іс-шараларды ұйымдастырып, зиялы қауым өкілдерімен кездесу кештерін жасауға атсалыстым. Осы уақыт аралығында кітапхана ғажайып қазына дәріс жобасы бойынша тұрақты түрде әр апта сайын мектеп оқушыларының арасында мақал сөздің мәйегі, тез оқуды үйреніңіз атты облыстық байқауларды өткізіп, үздік оқушылар алғыс хатпен марапатталып, жылдың соңында бірінші орын иегерлері арасында қорытынды байқау өтіп, жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырамыз. Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің 125 жылдығына орай атадан балаға өсиет атты облыстық көркемсөз байқауы өтіп, жүлдегерлер диплом мен ақшалай сыйлықтарға ие болды. Ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр кітабына 135 жыл толуына орай ауыз әдебиетінің жауһары жыр дастан атты облыстық қисса дастан жыршылар байқауы өтіп, үздік қатысушылар мен диплом мен алғыс хатпен марапатталды. Күйші композитор Қожеке Назарұлының туғанына 200 жыл толуына орай жетісу күй өнерінің бастауы Қожеке Назарұлы атты дөңгелек үстел өтсе, қазақтың ақыны, ағартушы демократ Сұлтанмахмұт Торайғырұлының 130 жылдығына орай таңдамалы шығармалары атты облыстық эссе байқауын жүргіздім. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болған қатысушылардың арасынан үздік 6 эссе таңдалып алынып, республикалық Мөлдір бұлақ балалар журналында жарыққа шықты. Осы жобалардың мақсаты кітапханалық өлкетанудың қозғаушы күші, оқырманның өзі туған өлкесінің өткен тарихына, бүгінгі тарихына деген сүйіспеншілігін, патриоттық сезімдері мен қызығушылығын арттыру, оқырман мен кітапхана арасындағы көпірді нығайту, кітаптың адам өміріндегі маңыздылығын ұғындыру. Кітап қорын толықтыру, әдебиеттерді өңдеу және қорларды сақтау бөлімінің жұмысына аз тоқтала кетейін. 2023 жылдан бастап кітапханамыз Сабирбис 64 бағдарламасымен жұмыс істейді. Қазіргі таңда кітапханаға қарасты 144 аудан, қала, ауыл кітапханаларының кітап қорларының электронды каталогын қалыптастыруына бағыт-бағдар берудеміз. Сондай-ақ аудан, ауыл кітапханашыларына уақытылы методикалық көмек беріп, офлайн, онлайн вебинарлар, практикалық сабақтар жүргіземін. Облыс әкімі қолдауымен жарық көрген кітаптарды автордың рұқсатымен авторлық келісім шарт жасалып, сандық қалыпқа салынған нұсқасын Қазақстан ұлттық электронды кітапханасына жіберіп отырамыз. Қайырымдылық халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі болғандықтан түрлі экологиялық акцияларға белсене қатысып отырамын. Біз Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасы ұжымы кітапханашылары Таза Қазақстан экологиялық республикалық акциясы аясында 16-20 сәуір аралығында киелі өлке атауымен Жамбыл Жабаев ескерткішін маңын тазалауға шықтық. Осы кітапхана ұжымы осы акцияға өз үлесін қосудамыз. Назарларыңызға рахмет.